Достар, бұл тока-бока ойыны. Кешегі видеода сіздерге айтқан болатынмын. Мен тағы да түсіремін деп. Мен бұл аккаунтты жалғастырамын. Подписка, лайк басып кетіңіздер. Кешегі видеомда мен тока-бока каналымды өшірген болатынмын. Общий канал емес, тока-боканы өшірген болатынмын. Ол жақта садик бәрі бар еді. Ол жақта мен енді үйленіп балалы болайын деп жатқан кезімде менің тока-бокамның өмірі кетіп қалды. Яғни менің тока-бокада қызым енді өмірде жоқ. Общий айтқанда түсініп тұрсыздар. Менің адамым да жоқ, жойылып кетті. Бәрін өшірдім. Одан кейін қайтадан тока-боканың жапонша түрін жазып алдым бұрынғыдай. Ол жақта бұрынғыдай садиктің заттары жоқ. Балаларға арналған горшок, орындық, аю орындық, сондай заттар. Жерге жататын төсек, манеж жоқ. Ондай емес, бұрынғыша, бірақ екітажды үйі бар, тока-бока қылып алдым. Түсініп тұрсыздар. Енді мен қазір адам жасайтын болам. Жаңадан адам жасап, сол қызымды тағы да отбасы құртып, балалы қылатын болам. Ал онда кеттік. Міне мен жаңа видео тоқтап қалды. Негізінде мен әдемілеп істеп жатыр едім. Видео жалғастырып жатыр едім. Білмеймін, видео өзіне өзі тоқтап қалды. Не себеп болғанын, соған әлі жыным келіп отыр. Сондықтан видеоны басқаша қылып жалғастырамын. Міне, енді аузының қандай қылып істесем болады? Осылай істесем бе, или осылай тұра берсін. Онда кеттік. Веснушка жоқ болады. Ондай беті де жоқ. Енді киім таңдаудан ұзақ уақыт кетеді енді. Мінеки менің адамым. Көйлек кигізсем бе ойланып отырмын. Бірақ тасташ көйлек кигізгім келмей кетті. Пижамкам бар менің, сондықтан кигізбеймін. Ал онда менің адамым дайын. Очки кигізсем болады ма? Жоқ. Мінеки менің адамым. Болды. Осы адам болады маған. Одан кейін мен әкесін жасаймын. Оның 2 баласы болады. Бір ұл, бір қыз.